Ұлттың бәсекелестік қабілеті оның білімділігімен өлшенетінін басты назарда ұстап, сапалы білім берудің маңыздылығына ерекше мән берген Баянды ауылындағы нөмірі 3-ші жалпы білім беру орта мектебі 2018-2019 оқу жылын өте жемісті аяқтады. Аталмыш оқу жылын мектеп ұжымы жыл мектебі 2018 жүрмелі кубогын иеленумен бастады. Мектеп директоры Жанар Асылбекқызы Байназарова үздік директор атағына ие болса, тарих пәні мұғалімі Қамысбай Құралай үздік тарихшы, физика пәні мұғалімі Шамгулова Меруерт үздік зерттеуші марапаттарына ие болды. Сондай-ақ мектептер арасында өткізілген облыстық байқауда үздік ауыл мектебі атанды. Оқушыларға заманауи тұрғыда білім беретін ұстаздар саны алдыңғы жылмен салыстырғанда 7 жаңа жас білікті маманмен толықты. Білім мазмұнын жаңарту бағдарламасы бойынша 2 ұстаз педагог шебер, 10 мұғалім педагог зерттеуші, 30 мұғалім педагог сарапшы, 40 ұстаз педагог модератор санаттарына ие болды. Білім мазмұнын жаңарту бағдарламасы бойынша педагог мамандардың біліктілік арттыру курстарының құжаттарымен 23 мұғалім сертификатталса, 2 ұстаз жаратылыстану бағыты бойынша 3 тілділік курстарын тәмамдады. Ал деңгейлік бағдарламалар бойынша біліктілікті арттыру курстарын жалпы саны 39 мұғалім аяқтады. Демек, шәкірттерімізге заманауи тұрғыда білім беру үшін ұстаздарымыздың білім дәрежелері өз деңгейлеріне сай келеді. Мектеп мұғалімдері әртүрлі деңгейдегі қалалық, облыстық, республикалық, халықаралық конференцияларға, семинарларға, форумдарға, көрмелерге, байқауларға, педагогикалық оқуларға қатысып, шығармашылық қабілеттерін танытты. Авторлық баяндамалар жасап, ғылыми жобалар қорғады. Педагогикалық инновациялық технологияларды, оның ішінде ақпараттық коммуникациялық технологияны 80, Блум технологиясын 60 педагог өз қызметі барысында қолданып келеді. Ал 70 педагог сабақтарында электронды ресурстарды еркін пайдаланады. Мектепте жалпы саны 1791 оқушы білім алып, оның 1853-і білім мазмұнын жаңарту бағдарламасымен білім алды. Білім беру ұйымында жалпы кабинет саны 45, олар 100% интернетке қосылған. Соған сәйкес барлық мұғалім мектеп еду журналын пайдаланып, ғаламтор ресурстарын еркін пайдалануға мүмкіндік алды. Оқушылардың талапқа сай білім алуына жағдай жасалып, бір физика, бір биология, бір химия, бір IT кабинеті мен 2 информатика кабинеті жабдықталып, соңына мол мұра қалдырған белгілі ғалым, географ Серікбол Қондыбайдың өмірі мен шығармашылығын насихаттау мақсатында Қазақтың рәміздер жағрапиясы музейі жасақталып, оқушылардың қажетіне ұсынылды. Мектеп тарапынан 528 бала тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етілді. Оның ішінде 263 оқушы бірінші сыныптардан болса, 265-і аз қамтылған отбасының балалары. Мектепте инклюзивті 4 оқушы бар. Мүмкіндігі шектеулі осы оқушылардың барлығы арнайы педагогтармен қамтылған. Арнайы психологиялық, медициналық, педагогикалық консилиум тексеруінің қорытындысы бойынша логопед, дефектолог және педагог-психолог мамандармен бірлесе отырып, жыл бойы жүйелі жұмыс жасалды. Мектеп 2 ауысымда жұмыс істейді. Нөмірі 3-ші жалпы білім беру орта мектебі жетекші мектеп ретінде Мұнайлы ауданының 6-шы және 8-ші мектептерімен бірге желілік қоғамдастық негізінде ұлағат шығармашылық тобында қызмет атқарады. Аталмыш мектептердің педагогтары бірлескен түрде семинарлар ұйымдастырып, іс тәжірибе алмасты. Педагогтардың нәтижелі жұмысының арқасында 246 үздік оқушы, 568 екпінді оқушы оқу жылын аяқтады. Жалпы үлгерім 99,94%, сапа 49,45% бен қорытындыланды. 36 түлек мектепті тәмамдап, олардың 3-і алтын белгі иегері атанса, 1 оқушы қызыл аттестатқа ие болды. 9-шы сынып бойынша 11 оқушыға үздік куәлік табыс етілді. 15 оқушы мемлекеттік грантты жеңіп алып, тегін білім алуға жолдама алды. 2018-2019 оқу жылы бойынша да мектептің өміріне тығыз араласатын қамқоршылық кеңесі құрылып, ата-аналар тарапынан төрайым мен мүшелері тағайындалып, қызу жұмыс жүргізілді. Мектеп жұмысына үнемі қолдау көрсеткен қамқоршылық кеңесі мектептің жеткен жетістіктеріне де ортақ бола алады. Рухани жаңғыру бағдарламасы тәрбие және білім бағыты бойынша мектеп оқушылары аудандық облыстық сайыс байқауларға жоғары дәрежеде қатысып, жүлделі орындар биігінен көрінді. Спорттық ойындардан да жетістіктер жеткілікті. Әсіресе ұлттық спортты дамытуға зор үлес қосып жүрген асық ату, бестас ойындарынан өткізіліп жатқан сайыстарға қатысқан Умаров Леспайдың шәкірттері аудан, облыс, республика көлемінде де танымалдылыққа ие болды. Аталмыш оқу жылында балаларды патриоттыққа тәрбиелейтін, өздеріне деген сенімділікті күшейтетін жас ұлан балалар мен жасөспірімдер ұйымына 84 оқушы тартылса, 60 оқушы жас қыран ұйымының мүшесі атанды.
2018-2019 оқу жылында оқу тәрбие үрдісін жаңартуда жаңа жобалар өз жұмыстарын жалғастырды. Олар туған елге тағзым бұрышы, Серікбол Қондыбаев атындағы кабинет, табиғатпен үндес мектеп, мектеп жылыжайын жандандыру, 100 кітап жобасы. Аталмыш жобалар өз кезеңінде жоғары дәрежеде жұмыс істеп, үздік нәтижелер көрсетті. Ал оқушылар жетістігі төмендегідей. Республикалық жалпы білім беретін пәндер олимпиадасының аудандық кезеңіне 60 оқушы қатысып, 18 оқушы жүлдегерлер қатарынан көрінді. Облыстық кезеңге жолдама алған 5 оқушының 3-і облыс көлемін бағындырып, 1 оқушы республикалық деңгейде жеңіске жетті. Ол 10-шы сынып оқушысы Аманов Нұрбол география пәні бойынша 3-ші орынға ие болды. Облыстық жалпы білім беретін пәндер олимпиадасының аудандық кезеңіне қатысқан 30 оқушының 18-і жүлделі орындарға ие болды. 4 оқушы 1-ші орынға ие болып, 2 оқушы облыстық кезеңге жолдама алды. Аудандық халықаралық ғылыми жобалар байқаулары бойынша мектеп қоржынында 27 жүлделі орын бар. Аудандық, облыстық, республикалық деңгейлердегі әртүрлі сайыстардан 27 диплом мектеп қанжығасында. Мектеп оқушылары мен олардың бапкерлері спорттық сайыстардан да құр алақан емес. Аудандық шағын футболдан, баскетболдан, волейболдан, ұлттық ойынымыз асық атудан бірнеше сайыстарға қатысып, 12 түрлі жеңісті күндерді мектеп тарихына сыйлады. Сәйкесінше ұстаздарымыз да сайыстарға қатысып, жүлделі орындардың биіктерінен көрінді. Аудандық, облыстық, республикалық деңгейдегі алғыс хаттармен, құрмет грамоталарымен марапатталды. Атап айтсақ, мектеп директоры Байназарова Жанар, әдіскер Тобышева Күміс, география пәні мұғалімі Байназаров Қуат, математика пәні мұғалімі Хошбанов Хамид, орынбасар Имашева Алтынай, музыка пәні мұғалімі Умербеков Мейіржан, информатика пәні мұғалімі Нұрболатова Гүлжанат, психолог Байнекова Меруерт, ағылшын тілі пәні мұғалімі Тілеуғараева Аягөз, технология пәні мұғалімі Тілегенова Балжан және Жәмила Емешева. Тек мұғалімдер арасында өткен сайыстардың аудандық кезеңі бойынша 14 жүлделі орын, мектеп тарихына жазылса, облыстық кезең бойынша 2 орын, республикалық кезең бойынша 3 жүлделі орын бар. Сондай-ақ аудандық жас өркен шығармашылық фестивалінде 3-ші мектептің шығармашылық ұжымы мен жастары бас жүлдеге ие болып, мектеп мерейін асқақтатты. Сондай-ақ үздік жүргізуші номинациясы бойынша Абдукаримова Марзия 1-ші орынға ие болса, үздік әнші аталымы бойынша Шыңдаулов Қалымжан 2-ші орынды иеленді және қазақ биі номинациясымен бишілер тобы 3-ші орынды қанжығаға байлады. Жаңартылған білім мазмұны бойынша өткен облыстық семинарда мектептің 17 мұғалімі өз сабақтарын көрсетті. Аудандық білім бөлімі басшысы тарапынан алғыс хаттарға ие болған ұстаздар саны 11 болса, республикалық деңгейдегі марапаттауға 3 мұғалім лайық саналды. Сапалы білім мен саналы тәрбиені мақсат тұтқан Мұнайлы ауданы нөмірі 3-ші орта мектеп өткен оқу жылын осылай жеңісті де жемісті аяқтады. Алдағы оқу жылында да бұл жетістіктер еселенеді деген сенімдеміз.